Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода үй жағдайында осы әйел бақыт гүлі жақсы көретін тыңайтқышты жасап көрсететін боламын. Доллар гүліне, фикус гүліне, тағы басқа да гүлдердің барлық түріне десем де болады. Ендеше осы видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп кетсеңіздер керемет болар еді. Осы тыңайтқышымызды жасай отырып, осы гүлдеріміздің жапырақтары жап-жасыл болып, керекті дәрумендерін жетістіріп беріп, картошкалары үлкейіп, жанынан көптеген отросткалар шыға бастайды. Осы гүліміздің түбіндегі жапырақтары сарғайып тұрған жағдайда қиып тастаймыз. Әсіресе доллар гүлдің жапырақтарын орнына жаңа отросткалар шыға береді. Осы доллар гүліміздің горшогы тамырын, картошкасын қысып тұрған сайын әдемі өсетін болады. Ендеше тыңайтқышымды жасап көрсететін боламын. Бүгінгі жасайтын тыңайтқышымызға қиярдың қабығы керек болады. Үйде қиярдың қабығын тастауға асықпаңыз. Осы қиярдың құрамында біздің гүлдерімізге қажетті дәрумендердің бәрі бар. Қиярдың құрамында витамин С, Е және В2, В3, В4. Осы гүлдерімізге ең керегі калий бар. Турап алған қиярымызды блендердің көмегімен немесе ет тартқыштан өткізіп алатын боламын. Осы тыңайтқышымыз үй жағдайында өте оңай тыңайтқышымыздың бірі болып саналатын болады. Осы дайындап алған қияр қабығының үстіне үй жағдайында тұндырылған суды аз мөлшерде құйып, жақсылап араластырып алатын боламын. Біз гүлдерімізге тыңайтқышын қолданғанда уақытысында құйған дұрыс. Бір тыңайтқыштан құйып, келесі күнгі тыңайтқышты қоюға болмайды. Енді осы қиярдың қабығының дәрумендердің бәрі біздің осы суымызға шықты. Енді осы тыңайтқышымызды сүзгі арқылы сүзіп алатын боламын. Осы жасап жатқан тыңайтқышымызды гүлдеріміздің барлық түріне қолдансақ болады. Әсіресе осы жасап жатқан тыңайтқышымызды доллар гүлі жақсы көреді. Осы тыңайтқышымызды гүлдерімізге құя отырып, гүлдеріміздің жаңа жапырақтар, көптеген бұтақтар пайда бола бастайды. Гүліміздің тамыр жүйесін нығайтып отырады. Гүлдерімізге барлық дәрумендерді жетістіріп тұрса, гүлдеріміз ауырмай жақсы өсетін болады. Бұл тыңайтқышымызды кез келген уақытта барлық гүлдерімізге қолдансақ болады. Осы жасаған тыңайтқышымыздың үстіне үй жағдайында тұндырылған суды құятын боламын. Жақсылап араластырып, осы тыңайтқышымызды әрі қарай нығайту үшін янтарий тыңайтқышын қосатын боламын. Осы янтарийді доллар гүліне құйып тұрсаңыздар болады. Осы янтарийді 1 литр суға 1 қасық араластырады. Ал мендегі су аз мөлшерде болғандықтан аз саламын. Енді екеуін жақсылап араластыратын боламын. Мінекей гүлімізге өте керемет сусын дайындадық десек те болады. Мінекей тыңайтқышымыз дайын. Гүлдерімізге құя берсек те болады. Егер гүлдеріміздің жапырақтары сарғайып жатса, тамыр шіріп жатқан белгісі.
Осы тыңайтқышымызды кез келген уақытта барлық гүлдерімізге қолдансақ болады. Ал ендеше екінші тыңайтқышыммен бөлісе кетейін. Бізге керегі үйде күнделікті қолданып жүрген лимон сығындысынан бір ас қасық сығып алып, үйде тұндырылған жылы суды аз мөлшерде қосып, оның үстіне үйде қолданып жүрген қантты аз мөлшерде салып, жақсылап барлығын араластырып алып, гүлдерімізді ватини листпен немесе үйде қолданып жүрген жұмсақ шүберекпен жақсылап сүртіп алсаңыздар болады. Осы жасап алынған тыңайтқышымызды әйел бақыт гүлінің жапырақтарын немесе доллар гүлінің, фикус гүлінің жапырақтарын жақсылап сүртетін боламыз. Лимон сығындысы гүлдерді күйдіріп жібермей ме деген сұраққа жауап беріп кетейін. Мен өз гүлдеріме жаман нәрсе бермеймін ғой. Лимон сығындысы гүлдерімізге өте пайдалы. Мен күнделікті осындай тыңайтқыштармен гүлдердің жапырақтарын жақсылап сүртіп аламын. Міне қараңыздаршы, әп-әдемі, жып-жылтыр боп, өте керемет болып тұр. Сіздер де қолданып көріңіздер. Видео ұнап жатса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода үй жағдайда қолданылатын керемет тыңайтқыштармен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет.